Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен көрсен қызық арнасы. Сіздер мүсіндердің қозғалып кеткенін естіп пе едіңіздер? Міне бүгін сол туралы топ 5 камераға түсіп қозғалып кеткен мүсіндерді көретін боламыз. Ал ендеше көп созбай бастаймыз. Бірінші бейнеде нағыз таң алатын кадрды көрсе болады. Бейне Мексикадағы шіркеулердің бірінде түсірілген. Сол шіркеуге келгендер Құдайдың құбылысын көргендей болдық дейді. Кадрда Иисус, яғни Иса пайғамбардың мүсіні басын қозғалтқан екен. Оқиға орнынан түсірілген видеода шынымен де мүсіннің басы қозғалғанын көрсе болады. Бейне жазбадан басқа оқиғаның шынайылығын растайтын ешқандай дәлел болмаған екен. Бейне жазба интернет қолданушылардың арасында қызу пікірталас тудырды. Көпшілігі мексикалық шіркеудің нағыз сыни кереметі екеніне сенімді болған екен. Ежелгі Египет мүсіні Ұлыбританияның Манчестер атты мұражайының қызметкерлерін үрейлендірді. Биіктігі шамамен 25 метрлік мүсінші шамамен біздің заманымызға дейін 1800 жыл бұрын жасалған мүсінші ешкімнің көмегінсіз 180 градусқа бұрылған. Бұл нәтиже 3 күннің ішінде болған екен. Мүсінші түнде тыныш тұрып, күні бойы ақырындап қозғалған екен. Осылай қайтадан орнына айналдырып қоймайынша, осылай 3 күн бойы жалғасқан. Мүсіншенің қозғалысын видео бақылау камерасымен байқаған. Интернетке кірген бұл процесс жеделтілген режимде көрсетілген. Қайтадан Иисус мүсіні шіркеуде белгісіз жерде таң қалатындай түрде қозғалған. Мүсін бейнеде байқағандай көзін ашқан. Кейбіреулер мұны камераға түскен нағыз бүкіл әлемнің кереметі деп атайды. Өкінішке орай бұл бейне туралы мәліметтер өте аз. Сіздер бұл видеолар туралы не ойлайсыздар? Бұл видеолар монтаж болуы мүмкін бе, әлде шындық па? Өз ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Бұл бейнені Америкадағы шіркеулердің біріне барған адам түсірген. Бейненің мистикалық және жұмбақ нәрсесі мүсін елдің көзінше басын көтерген екен. Мұны мүсіннің жанындағы көрген адамдар бұл бір әдейі істетілген қызықтың бірі деп ойлаған. Ал бірақ олай болмаса ше, өз ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Бұл бейне 1992 жылы жазылған. Бір таңғаларлығы, бірде-бір сарапшы осындай ұзақ уақыт ішінде бейненің монтаж болуы мүмкін екендігіне нақты дәлелдер таба алмаған. Тіпті видеоны түсіріп алған адамнан жаңалықтар арнасынан сұхбат алған екен. Мінекей достар, видеода соңына келіп жетті. Достар, егер видео ұнаған болса, көңілдеріңізден шыққан болса, арнаға жазылып, колокольчикті басып, лайк басып, комментария жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Сіздерге көп рахмет. Сіздермен болған көрсен қызық арнасы. Келесі көріскенше.